Қаншама гейлер, қаншама нефрлар, қаншама қатын сияқты болмай нормаль жүрсе деп көп еститіндер, бұлардың барлығының пайда болуына аниме кінәлі деп айтатындарды мен көп комментарияларда байқап жүрмін. Оны жазатындар как обычно хейтерлер. Бүгін мен соларға жауабым дайын. Эй, хейтерлер, тыңдаңдар, мен гей емеспін, бұның барлығына кінәлі мына ел. Қысқасы, аниме деген не? Аниме деген өкініш, қуаныш, бақыт, махаббат және джоджо. Анименің жанрларының түрлері көп. Ол сёнэн, исекай және саске канохаға қайт деген жанр. Басқаларын мен білмеймін. Сонда да бүгін мен сендерге типичный анимені 10 минутта түсіндіріп беремін. Осы видеоны көргеннен кейін аниме көрмей қойсаңдар да болады. Еще мен бұл видеода барлық анимені спойлер жасап тастаймын, даже оларды көрмесем де. Бірақ бұл видеоны анимешниктардан бөлек еще ПК геймерлер де көретін шығар. Как-никак менің каналымда сондай видеолар өте көп. Оларға сұрағым: сен өзіңе Xbox сатып немесе ПК құрап алдың ба? Онда сенің ендігі сұрағың ойынды қайдан аламын шығар. Ол сұрақтың жауабы оңай: GPShop.kz. GPShop.kz саған Xbox және ПК-ға арзан әрі қызықты ойындарға кілттер береді. Тек 1000 теңгеге сен 400-ден көп ойын ала аласың. Ал сенің қауіпсіздігің үшін оларда 20-дан көп аудиторы бар. Қызықтырды ма? Онда описанияда сені ссылкасы күтіп отыр. Ал енді біз видеоға кеттік, короче. Аниме қалай басталды? Бұл шедеврді США-дағы бір адам по приколу атомный бомбаны шығаратын кнопканы басуға желаниясы ашылып кеткеннен басталды. Ол адам 1945 жылы Японияның именно Хиросима, Нагасаки деген қаласын картадан дәлдеп баса салыпты. Сосын одан миллиондаған адам қайтыс болып, Японияда бір герой шығады. Бұл геройдың басына давай қағазға сурет салып, соған дохуя мағына беріп адамдарға көрсетем. А вдруг болашақта осыны көріп көптеген Наруто, Тетрадь смерти, One Piece деген аниме шығады деп ойлаған екен. Содан аниме пайда болды. Бірақ бұл герой қаншалықты керемет болса да, анимелердің біздің заманда атының өзгеріп кететінін білмепті. Әйтпесе анимені шығарар ма еді? Жоқ, қараңдар, қандай адам собачья какашка деген аниме шығарады, немесе мен сенің ұйқы безіңді жегім келеді деген сияқты. Хорошо, что Атака Титановтың аты Атака Титанов, ал Нарутоның аты Наруто. Ол құрсын, қазіргі экранның артында миллион аниме көріп тастаған аудитория отыр, ал мен өмірімнің басынан бастап максимум 50-60 қана тайтл көргенмін. Сондықтан да анимешниктер үшін мен позермін, ал аниме көрмейтіндер үшін геймін. Сонда мен кіммін? Жауабын комментариядан емес, личкадан емес, WhatsApp'тан емес, Казпочтада да хатпен күтемін. Зато ол маған дейін жетпейді. В общем, не туралы айтып жатыр едім. Егер де сен анимешник болсаң, мына видеоны хейтить етпе. Просто мен аз аниме көрген үшін оның ішінде 4-3 бөлігі шедевр, қалған бір бөлігі ғана маған ұнамады. Значит, менің мнением особо сендерге қызық болмас. Арасында ғана тығып қоямын. В основном бүкіл информация Википедиядан, Reddit және Google'дан болады. Енді аниме деген жанрдың екінші сериясына кеттік. Аниме культура японский болғандықтан ол кинодан, мультфильмнан айырмашылығы болады. Мысалы, фильмдер, сериалдар өзігінен тек үлкен аудиторияға арналса, мультфильм миы енді дамып келе жатқан адамдарға, былай айтқанда шиголдарға арналған. Аниме болса, бұлардың алдында сәл дәрежесі үлкен, себебі ол уже гейский. Жарайды, братишка, енді аниме гейлерге арналған деп қалжыңды мәңгілікке қой, себебі японецтар біз сияқты нормальный адамдар. Айырмашылығы тек оларда аниме бар. Анименің обычный фильмнан айырмашылығы ерекше сурет салу стилі. Ойланыңдар, неге 2D аниме тянкалар шын өмірдегі тянкалардан әдемірек? Олар суретпен салынған? Жоқ, егер де суреттелген персонаждар әдемі болса, неге мысалы Gravity Falls'тағы Венди әдемі емес? Жауап өте қарапайым. Анимедегі тянкалардың көздері дәу болады және көздерінің әр бөлігіне ерекше көңіл бөлінеді. Вот қараңдар, мынау аниме тянка. Бұл бетте аузы, көзі, мұрны бейнеленген. Және көзге мән берсек, ең әдемі бөлігі сол болып тұр. Мұрынды просто сыза салған, аузды просто бар болса бол деп сала салған, даже ерні болмайды. Содан вывод жасасақ, суретшілердің 80% зарплатасы көзге байланысты. Ал зарплата мен квартира төлейді, еще нан алады. Былай айтқанда көзге келгенде терең мағына жатыр. Аниме тянкалар осы үшін әдем болады. Еще көзден бөлек аниме персонаждарда әдемі шаш бейнеленген. Оған да суретшілер көп мән береді. Мысалы, Диснейдегі ханшайымдардың шашына қарасақ, өтірік картошканың мешогы сияқты дөңгелетіп сала салады. Ал анимеде шаштың әр ұшына көп көңіл бөледі. Көлеңке салады, үшкір қылады, сол сен драчить ету үшін барлық жағдайды жасайды. Бірақ түріне ғана драчить ету аз болар деп, сен үшін олар анимедегі әр персонажға жесткий эмоция салады. Жесткий дегенде прям жесткий, мысалы сен қазір күлгенде бетіңнің 15 бұлшық етін қолдансаң, анимеде бір Луфи күлсе, бетіндегі 900 бұлшық етін қолданып тастайды. Егер де дәл қазір тексеріп отырсаң, лайк бас. Эмоция анимеде слишком артық жасалған. Шок болғанда көздері ағарып кету, ұялғанда бетінде розы сызықтардың пайда болу деген сияқты. Бірақ аниме осымен ғана аниме. Егер де жапон бауырларымыз ондай эмоцияның артық кетуін қолданбаса, кім аниме туралы білер еді? Хотя адамдарды құр әдемі түрмен эмоция арқылы да қызықтыру мүмкін емес. Сол үшін де анименің тайтлдары өте қызық историяға толы. Мүмкін сенде сұрақ туындаған шығар. Кино сериалдарда қызық история бар ғой. Неге именно анимеде история қызығырақ деп? Жоқ, сенімен келіспеймін. Біріншіден, натуре фильмдегі история қызық дейтіндей түгі жоқ. Ол әр фильм әртүрлі болғандықтан ішінде мусорлар да кездеседі, сонымен қатар 10 жылдың шедеврлері де бар. Анименің де құрылысы принципе осындай, ол да говно мен шедеврден тұрады. Бірақ ешкім аниме мен фильм сериалды сюжет жағынан бір уровеньге қоймайды. Бәрібір анимеде көп сюжеттің жиналатын аймағы басты геройдың сен сияқты
болуы. Әйтеуір бір шедевр анимені қарасаң, бәрібір сен басты геройдан өзіңе ұқсас мінез құлқыны табасың. Мультфильмдерде ондайды вряд ли кездестіресің. Еще мультфильмде онша мән бермейтін, бірақ анимеде мән берілетін зат ол саундтрек. Анимеде музыка деген бөлек әлем. Егер де мультфильмдарда музыканы басына және арасында бір типтегі музыкаларды қоя берсе, анимеде уже ол үлкен индустрия. Бұл жерде музыка басында, соңында, ортасында және әр геройға арнап қойылады. Например, Наруто. Бұл анимеде саундтректі әр бұрыштан табасың. Әр геройдың өзіне бөлек музыка болады. Сол сияқты Саскеде музыка бар, Канахамаруда бар, Хакагеде бар. Ол ничо, музыка ауылдарынан бастап Нарутоның тупет еткен кездеріне дейін бар. Бұл музыкалар шығарылған кезде бір оқ пен екі қоян өлтіру мақсатында болды. Бірінші қоян сен анимеден керемет әсер алып, оның рейтингін көтеру үшін. Екінші қоян музыканы потом анимені көріп болғаннан кейін іздеп тауып оны сатып алу үшін. Ой, лохтар, музыка сатып алып жүр деп ойлама. Ол біздің елде ғана сен смело музыканы Google'дан скачать етіп алып, тыңдап жүре бергенің. Басқа елдерде пиратствоға тыйым салынған. Жарайды, аниме мен сериалдарды салыстыруды доғарайық. Лучше сен анимені алғашында көргенде байқайтын детальдерді айтайын. Ең алғашқы анимеде сенің байқайтының түрлі отсылкалар. Как-никак аниме кинодан кейін шыққандықтан создателер үшін ол жерге түрлі отсылкаларды салып жіберу үйреншікті жағдай. Бірақ анимеде фильмға отсылка әртүрлі бағыттарда болады. Ол құрмет ретінде болуы мүмкін, пародия немесе жіңішке намектар тастап кетеді. Мысалы, Евангелионның соңғы 2 эпизодында Космическая Одиссея фильміне отсылканы байқауға болады. Тура сондай керісінше фильм режиссерлары анимеден үлкен шабыт алып өздерінің фильмдарына отсылка жасайды. Сол мысалы Матрица фильмде Призрак в доспехах анимесіне отсылкалар кездеседі. Жарайды, анимеде сендер отсылкадан бөлек басқа детальдерді да байқауларың мүмкін. Мысалы, көбісі Аватар Аанг туралы легенда мультсериалын аниме деп санайды. Бірақ түсініңдер, даже анимеге ұқсас стилде болса да бұл аниме емес, себебі Аватарды америкалық Nickelodeon студиясынан шығарған болатын. Хотя сен айту мүмкін, онда Япониядағы анимелер мультик қой, бәрібір барлығында Аватар сияқты терең смыслмен жасаған деп. Осы туралы айта кетейін. Біріншіден Аватар мультсериалына продюсер болған анименің фанаттары Майк Ди Мартино және Брайан Канецко, наверное. Әрине, олар өз шығармаларын осылай қылып істеді. Екіншіден, Аватар мультик емес, мультсериал. Мультфильм мен мультсериалдың айырмашылығы бар. Тура сол сияқты фильм мен анименің арасында үлкен айырмашылық олардың бюджетінде. Мысалы, Человек-паук Нет пути домойдың бюджеті $200 миллион болса, анименің бір сериясы $1 миллион да жетпейді. Значит, оның бір сезоны кинодан 10 есе арзан. Ал Человек-пауктың бюджетімен даже One Piece түсіріп тастауға да болады. Бірақ анименің минусы олардың көбісі уже дайын мангадан жасалғандықтан, егер сенің ұнатқан анимең бітпей қалса, саған манга оқып үйрену керек болады. Ал манга оқып үйрену үшін сенің өміріңнің ұзақ уақыты кетеді маған сен. Мен басында Атака Титановты артынан кейін қарай оқып түсінбей, соңында Эрен қалай пауыққа ұқсап кеткенін білмей қалдым. Ой, спойлер кетіп қалды, кешіріңдер. Бірақ жарайды, сен анименің жалғасын көру үшін оны оқып үйренесің. Вот аниме көріп бастағанда сенің тағы байқайтынды тек мықтылар ғана жеңіп шыға алады. Допустим, елестетейік, сен обучниксің, бірақ каким-то образом бір қызға ғашық болдың. Ал қызға ғашық болғанда типа пантарездардың өзі де ана қыз үшін барлығын істейді, а бұл банандар да исключение емес. Содан ол қыз аниме көретін болып шығады, ал саған ол қызбен бір темада сөйлесу үшін өзің де сол гейский произведениені көріп бастайсың. Бірінші сенің байқайтының ол произведение саған ұнай бастайды. Алло, оян бауырым, сен еркексің, ондай затты көрме. Бірақ сен мені тыңдамай сериядан серияға дейін көре бересің, пока бүкіл жанрды шарит етпейінше. Сол кезде сенің өтірік тупить етуің басталады. Балалармен сөйлескен кезде сен біреудің аниме көретін байқасаң, онымен былай әңгімелесесің. Чо там ана анимен көріп педің, ана аты қалайды, ана бір шикол батясын іздеп жүретінше. Анау аты Х-дан басталатын деп біліп тұрасың да айтпайсың. Еще көп Нарутодағы техникалардың барлығын сен гей деп прикол ұстамас үшін біліп тұрсаң да хуйня деген атпен атайсың. Наруто ана батяс сияқты хуйняны үйреніп алды емес па, ана хуйня ма, сол Саскемен төбелескенде қолданбаймын ол хуйняны. Нихуевый техника ол негізі. В общем, сендер түсініңдер. Мен сендерге егер де аниме көріп жүрсіңдер, бұндай көзбояушылықпен айналысуға кеңес бермеймін. Себебі бұлардың барлығы сенің свободно өмір сүруіңе бөгет болады. Егер ұнаса көре бер, гей десе гей дей берсін. Олай айтатындар просто сенен басқа Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Уилл Смиттің аниме көретін білмейді. Ал бұлардың өзі әлемдегі танымал фильмдерге түскен харизматичный актерлар. Қысқасы менің айтарым жоқ, видео әрине превьюдағыдай 10 минут емес, бірақ сонда да хуйня түсірсем де сенің лайктарың мен комментарияларыңа үміт көп. Осымен видео аяқталды. Давайте, ал мен кеттім аниме көруге.